Ассаляму алейкум, қымбатты көрермендер, баршаңызға Алланың сәлемі мен игілігі болсын. Өздеріңізбен аман-есен жүздестірген Алла тағалаға сансыз шүкірлер және пайғамбарымыз Мұхаммедке сансыз салауаттар. Бүгінде ата дініміздің төңірегінде айтыс-тартыстың көбейгені сонша, тіпті баласының мешітке баруынан қорқып, сақтықпен қарайтын ата-аналар да көбейді. Алайда ұрпағына бар жақсылықты тілесе де, бұл арада басқа қауіптің бой көтеретінін ересектер ескере бермейді. Адасудың алдын аламыз деп перзенттерін иман ауылынан қақпайлау, керісінше баланы басқа жолға түсірмесіне кім кепіл? Бұл арада біз мұсылман баласы ретінде қасиетті Құран мен пайғамбарымыз Мұхаммедтің оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын хадисіне жүгінеріміз анық. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам хадисінде балаларыңның намаз оқуын қадағалаңдар және жақсылыққа әдеттендіріңдер. Шын мәнінде жақсылық адам баласына тән нәрсе деген. Ендеше балаларының тіршілігі мен болашағын тікелей ата дінімізбен ұштастырған ақжаулықты аналарымыз бүгін студиямызда қонақта. Таныс болыңыздар. Құттығыз Көбейқызы және Төлеу Ақбасқызы. Қымбатты аналар, қош келдіңіздер. Пышақтың жүзіндей қылтылдаған кезеңде Аллаға сеніп, ислам дінімен өмір сүргісі келетіндер де көбейіп жатыр. Соған сәйкес кедергілер де орасан. Сондықтан осыған тәрбиелеу қаншалықты мүмкіндік бар бізде? Жаратқан жарылқаушым біздерді пайғамбарымыздың үмметінен қылып, мұсылман қылып жаратқанына мен сансыз шүкір етемін. Соны білдірмейтін дәуірде де өмір сүрдік. Совет дейміз ғой. Сол өмірде біздерді оны ескі дін деп, ол дінді білгендерді орыс тілімен айтқанда отсталый адамдар деп тәрбиеледі. Ал енді көзіміз ашылғаннан кейін, егемендік болғаннан кейін сол ақылды істетіп барып, дініміз исламның керек екенін түсіндік сонда ғана. Әрине, ата-аналарымызда уақытысында балам Құдайдан қорық, иманды бол, үлкенді сыйла, кішіні құрмет қыл, ол тәрбиелерді берді, өтірік айтпа, тура бол деген. Соның бәрі келсек дінімізге келіп тақалды, сол тәрбиенің бәрі. Ал енді солар себепші болып жүріп, анамды қажыға апару нәсіп етті. Анамды қажыда жүргенде сол жердегі жұрттың Құран оқығанын көріп, жылап жібердім. Сонда Құдайдан сұрадым, мейлі мүмкін менің уақытым өткен болса, Алла 5 бала беріп едің ғой, 2 қызымды ғой тұрмысқа беріп қойып едім. Мына 3 баламды дінге қойшы Алла, өзің разың алатын жұмыс істесінші деп жылай бердім. Сол келгесін айттым оның бәрін, туысқандарыма да айттым. Әрқайсысы әртүрлі түсіншеде болды. Алланың аятында да айтылған екен, кімді қалаймын оны тура жолға қоям. Кімді адастырамын, оны ешкім тура жолға сала алмайды деген де жерлер бар. Ал енді сансыз шүкір еттім, маған Алла сол жүрегімді ашқанына. Сондағы айтқаным балдарыма, осы жол тура жол екен. Қайсың анам дейтін болсаңдар, осы жолға түссеңдер, мен сендерді жасырмаймын айтқан сөзімді. Бір тал шашым қағанша қызметтеріңді жасаймын, дін үшін дінді үйреніп, оны басқаға таратсаңдар дедім. Енді Құдайдың бергеніне сансыз шүкір етем. Сонда үлкен бала 11-ші класс, анау 6-ші класс, анау 6 жасар. Үшеуміз де сол сіз айтқан жолмен жүреміз анажан дейді. Енді бұны мен ойлаймын, ол кезде балдар жас қой енді. Соны періштелер ауменде дау деймін. Көп халықтың арасында да әңгіме бар ғой өзі сондай. Содан сол балдарым бір ауыз сөзбен ілім алды. Пакистанға барып Құран жаттады. Одан келіп Нұр Мұбаракты естіп сол жерге кірді. Шүкір, мына үшеуі де әзір халқыма қызмет жасап жатыр. Шексіз разы болып айтам өздеріне. Менің арманым жоқ. Ана болып бір ауыз айттым, айтқанын бәрін тыңдадыңдар деп. Соған себеп сол анамды қажыға апару, Алланың үйінің алдында тұрып, Аллаға жалынып сұрағанды Алланың қабыл еткен. Болмаса анам кесел еді, ол кісіні жетектеп жүру маған мысалы оңай болған жоқ еді. Соны сөйтіп жүріп те, маған Алла соның бәрін жүрегіме салып мен сұрадым. Енді мен барлық ата-аналарға айтар едім, Алладан шын сұраса Алла беретін деген. Рахмет, Алла разы болсын, Алла тілектеріңізді еселеп қабыл етсін. Әлхамдулилля. Төле апай, өзіңіз қалай осы намазға келгеніңіз, намазды түсінгеніңізге қанша уақыт болды? Мен намазға 52 жаста ендім. Содан қалай намаз оқыдым, солай бәр нәрсе алдыға басты, іске басты. Намаздың құдіретінің күштілігі керемет. Алла мені Құранға жеткізді, одан кейін балаларым бәрі намаз оқиды. Балаларыңыз сіздің айтуыңызбен намаз оқыды ма, әлде өздері ізденіп намазға келді ме? Енді бірінші сол біз бастап намаз оқыдым, одан кейін мен ақсақалым оқыды, одан кейін бір үлкен баламның немересі бар еді. Сол тілі 7-ге келгенде ма, жаңағы мектепке бармай 7 жаста намаз оқыды. Біз оны өзіміз онша сезбейде қалдық. Сонда фатихамен жаңағы айтып намаз оқып өсінге дейін, машалла өсінге дейін ол бала оқиды.
қайтадан мектепке барсын деп көп несін етпейміз. Ол жұма, не намаздан ораза ұстайды, қалмайды. Немерелерім ораза ұстайды. Бір институтта немерем оқиды, бірінші жылы. О да намаз оқиды. Содан кейін барып балаларым оқыды, одан кейін келіндерім оқыды. Сонымен енді бәріміз бір Алла деп, жаңағы бір Аллаға құлшылық етіп жатқан жағдайымыз бар. Алла қабыл етсін. Қандай тамаша. Ал енді жаңа айттыңыз, намаз оқығалы ісіміз алға басты деп. Көп адамда осындай түсінік бар. Егер намаз оқысақ, ісіміз алға басады деп. Бірақ мен намаз оқығандардың басында да көп қиындықтар кездесіп жатыр ғой. Ал енді намаз оқыған кезде қиындыққа тап болып, намазды тастап кететін де жағдайлар кездеседі ғой. Оған енді менің айтарым, енді адамның Алла көргеген басыр, Алла бәрін біледі. Ол адамдардың енді Алла жүрегін ашсын деп айтамын. Ең бірінші жүрек ашылу ғой. Әр адам жүрек Аллах деп соққан, сол жүректері Алла ашып, одан да нұр үстіне нұр шапағатын Алла жаудырсын деп ойлаймын. Осы намазға байланысты. Егер осы алдыма қойған бір шаруаны жақсы болып кетсе, Алла, мен намаз оқимын дегенде жағдайлар кездеседі. Немесе намаз оқып едім, керісінше маған қиындықтар көбейді дегенде жағдайлар кездеседі ғой. Осыған Құттықыз апай, сіз не айтасыз? Мен әрбір адамда Аллахтың берген бүйік иманы болу керек деп ойлаймын. Егер иман болса, сонда ғана ол намаз ол Алламен сөйлесу, білген адамға да. Намаз Алламен сөйлесу. Алла біздің намазымызға зәрлі емес. Бұл дүниенің өзі сынақ. Дұрыс па? Біз әзір сынақта жасап жатырмыз. Сынақтан өтіп, кім тозаққа кіреді, кім жәннатқа кіреді. Ал енді ол өмірдегі әрбір болып жатқан намазсыз да, намазбен де болған қиыншылық, ол ананың сынағы деп түсінуіміз керек. Ол сол сынақтан өтеді, сол сынақтан өткен бәнде Алла мүмкін сол кішкентай сынақпен жоғары дәреже беретін шығар. Осы нәрсені түсіне білуіміз керек та. Сол кезде мен Алла одан да тереңірек өзіңді тануды нәсіп етті деп өзім ішімнен дуа қоямын. Бірақ ол адамға бірден ол жүрегін аша салу бір адамның қолынан келмейді да ол. Бір Алланың қолында, сонда енді мен бір нәрсені жаңада айтып өттім, тағы да айтамын. Ата-ана балдар үшін көзін тірісінде барынша дуа қылу керек деймін. Дуа жасап, Алла, маған осыны нығмет қылып бердің. Бұл нығметтер менің артында қалады. Осыларды тура жолыңа қой. Осыларды өзің жүрегімен байланыстырып, өзіңнің иман нұрыңды бер деген мағынада ата-ана көп сұрау керек деймін. Себебі дуаны Алла бепарда қабылдаймын деп тұр ғой. Ата-ананың дуасын. Ал біз тек қана ата-ананың дуасы деп түсінетінек, балдардың да ата-анаға қылған дуасы керек екен. Біз тек өлгеннен кейін дуа қылсын перзент дейді екенбіз, ол да дұрыс емес екен. Көзінің тірісінде де ата-анамы Алла терең иман байлық бер, денін сау қыл, өзіне өзін жаңа қызметте қой, біреуге мұқтаж болып қалмасын. Мен балдарыма соны айтамын әзір. Біздерге де дуа қылыңдар сендер. Не жұмыс жасайтын болса звондап айтады. Анажан дуа қылыңыз, мынандай тірлік қылайын деп жатырмын. Олар уже ілім алғасын білет, біздің дуамызды Алла қабыл ететін. Енді мен де сұрайтын болдым, менің ақыретімді сұрап дуа қылшы деп. Бұның ішінде бәрінде де Алла айтала ілім керек. Ал енді кішкене ілім алған адам, ол намаз тастай алмайды. Мысалы, балдарым медресе көрді, университет бітірді, магистратура бітірді. Мен олардың алдында ілімім жоқ. Мен әшейін жай кісілерден барып, ұстаздардан сабақ алғам. Ал соның өзінде мен байқаймын, ілім керек. Кітаптарда да оқып көрсеңіз жазылып тұр. Пенденің амалы қай уақытта жоғары көтеріледі, ол ілімменен деп. Яғни бойымыздағы иманымызды, амалымызды біліммен бекітсек, нұр үстіне нұр дейсіз ғой. Иншалла. Құранмен нұрландырсақ. Иә. Міне апам да айтып отыр ғой, жаңағы 50 жастан асқанында Құранға бардым. Ол деген Алла маған Меккенің жүзін көрсетті. Меккеге бардым. Ақсақалмен Меккеге бардым. Одан кейін умраға бардым бір рет. Алла разы болсын. Қандай керемет Алланың мейірімі. Жаңа қарасаңыз, Алланың мейірімі шексіз. Намаз Алламен тілдесу дедіңіз, қарапайым тілмен айтқанда. Ал қарасаңыз қазір, мысалы, қандай да бір бастыққа, немесе басшыға, шенеуніктерге кіріп, мұқтаж адам әңгімесін айту үшін оған алдын ала жазылу керек, оған кіре ма, кірмей ма белгісіз. Ал Алланың мейірімі шексіз, күніне бізге мүмкіндік берген, өзімен тілдесуге 5 рет Аллаға құлшылық етіп, керегімізді сұрауға Алла сондай бір мүмкіндік беріп қойған.
мысалға мынадай да тіпті кей мемлекеттерде ол қалыптасқан жағдай деп дәстүр деп айтуға болады. Бала 18-ге келді, ол өз еркі өзінде, қалай істесе, не істесе де өз еркінде дейді. Ал енді сіздер бұған не айтар едіңіздер? Мен айтар едім, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір несінде айтады ғой, балаңды 6 жасынан үйрет, 7 жасында көрсет, 9 жасынан қыз бала, 12 жасынан ұл бала дейтін болса, 10 жасында егер айтқаныңа көнбесе ұрыр дейді. Дұрыс па? Ол деген сөз енді ол бәрібірде анаяқта басқа дүниенің барлығы, жәннат пен тозақ барлығы. Ал енді сол жәннатқа кіру керек үшін пайғамбарымыз айтады ғой, менің үмметтерімнің көптігімен қуанайын деп. Ал біз егер Аллахтың үкімін орындатып, сүннетке амал қылғызып, балдарды тәрбиелемесек, оларды осылайша жәннатқа кіріп кете салады деп айта алмаймыз ғой. Ал егер ол Аллахтың үкімін орындап жүрсе, Аллахтан қорқса, Алла тағала уәде берген жәннатынан жай береді деп үміт қыламыз. Амин. Сіздің балаларыңыз ересек болса да сізден ақыл сұрай ма, әлде сіз олардан ақыл сұрайсыз ба? Өйткені қазір заман басқа, жаңа технология дегендей. Жоқ, әрине ақыл сұрайды, менен ақыл сұрайды. Енді ақыл сұрап қайда барса да айтқан екен ғой жаңағы, мектеп орнынан да ілім ғой, ілім көбінесе шаңырақтан деп айтады. Ұшқан ұядан шаңырақтан деп айтады. Ұяда ілім болса, мен ойлаймын, әр семьяның баласы ол алысқа кете алмайды. Пайғамбарымыз айтқан ғой, ілімнен бұрын әдеп деп. Егер бала әдепті болса, ол ілімі сонда әдемі көрінеді. Егер әдеп болмаса, балада ол құры ілімді тастап кеткендерді көрдік. Себебі өзінің әдебінің нашарлығынан оқыс жей береді ортасында. Мысалы, мен келіндеріме намаз оқы деп айта алмадым, бірақ іштейтілей бердім. Енді біз тағыраты жүруіміз керек, жаңағы дәретпенен таза тағам болу керек, сөйтіп дастарханды әзірлегенде таза болу керек деп. Өздерінен жаңағы өздері айтты, мен намаз оқимын, сөйтіп намаз оқып кетті. Мен намаз оқимын деп бәрі сол намаз оқып кетті. Енді Құдайға шүкір, машалла деймін, енді сондай бір ибадатты келіндер бергенге де шүкір деймін. Жұмыстары бар, жұмыстары болса да сол. Ал сіз мысалға отбасыңызда сол балаларыңызға, келіндеріңізге қаталдық көрсетесіз бе? Жоқ, көрсеткен емес сияқтымын. Ондай емес сияқтымын, біз енді машалла енді тату семья болдық та, жаңағы қазірде де сондай өмір сүріп жатырмыз. Ана екі келіннің бірінің несінен бірі анау айтса анау орындайды, анау айтса анау орындайды, мен айтсам олар орындайды, сондай енді. Ал енді жұмсақтығыңызды пайдаланып жаңағы еркіндікке кетіп қалатын жағдайлар жоқ па? Жоқ, ондай болған жоқ. Мамалап тұрады, ондай болған жоқ. Бәлкім бұл сіздің үнемі дұға етіп тілек тілеуіңізде шығар, намазыңыз арқылы. Енді оны бір Алла біледі, енді ол жағы мен айта алмадым, бірақ енді біз енді бүткім халық іргесі аман болса екен, ел аман болса екен, жер тыныш болса екен, халқымыздың бәрі иманды болса екен, жастар келсе екен деп тілейміз ғой енді. Алла енді сол тілекті беріп жатыр деп ойлаймын енді. Ал Құттықыз апа, Қағбада тұрып осы балаларының барлығы дін жолында қызмет етсе деп тіледіңіз, Ал бірақ өсе келе, жоқ, мен дін жолында қызмет етпеймін, дінімді ұстап, өзім намазымды оқимын, бірақ басқа салада да қызмет етсем болады ғой деген сияқты өтініш жасағандар болды ма балаларыңыз? Ең кішкентайым. Молдалар кедей болады, молдалар тек жаназа оқиды, сондай жерге барады деген түсіншеде болды да. Енді ол қоғамдағы түсінік қой. Иә, сөйтіп мен бизнесмен болайын да, мен бәріңе жәрдем беретін болайын деді. Айттым бірақ балама. Мен Аллаға жалынып, 3 баламды бірдей қыл деп, ана кітапта оқығанда бір жерінде айтады, балдарының бәріне бірдей қарамаса, ана дүниеде жауап береді деп. Соны ойлап қорқатын, 3-і бірдей болса екен деп жылай бердім ғой енді. Ал енді мен сөйтіп сұрап қойғам дедім, енді Аллаға қайтадан дедім, мынаны бизнесмен қыл демеймін. Бизнесмен бол, бай болсаң, мейлі әкеп берсең жоқ демеймін, бара ғой дедім. Оқуға кіре алмады. Сөйтіп қайтып, Тобаға келіп, Ислам университетіне кіріп, енді қазір Ақтөбеде бір мешіттің имамы, Шалқарда бір жыл істеді. Шалқарда біраз басқа жолмен жүрген жігіттерді тура жолға жәрдем берді. Сонда ана жақтағы кісілердің үлкендерінен, жақсы алғыс әкімдерден естіген кезінде, Анажан бұл сіздің еңбегіңіздің жемісі деп айтты.
Бірақ дегенмен өкініш жоқ па? Мысалға енді кәсіпкер болсам, жаңағы сауда немесе үлкен бір кәсіппен айналыссам, пора-пора ақша жаңағы Алла жолында қызмет етіп, сол да бір қызметтің түрі ғой деген жоқ па? Әлде де? Мен ана шырылдаған еңбегімен мен дұрыс жолды ұстаған екенмін деп тауба қылды деймін да. Анажан, бұл сіздің неңіздің еңбегіңіздің арқасы деді. Бір-екі баланың ата-анасы да келіп рахмет айтқан да. Ал енді бұл мысалы бір адам батпаққа батып баратса, қолынан тартып жіберсеңіз, қандай сізге рахмет айтады? Сол адамдар жәннатқа кірсе, біз де сауап аламыз ғой, сол балдар себеп болып. Сол үшін енді әрбір ата-ана балдарын тура жолға тәрбиелесе деймін енді мен. Бұл Алланың жолындай тура жол жоқ. Алла Тағала айтады ғой, дуаң қайда қабыл болады, қай уақытта, егер сен адал ырысық жесең дейді. Адал ырысық теріп жесең, сенің дуаң қабыл дейді. Енді ол жаңағы мына дүниедегі мен врач болып, қызметпен тауып алғанды, істеп атқан жұмыстарды мен ол Алланың жолында емес деп түсінбеймін. Ол да халал ырысық теріп жеу үшін. Бірақ дүниенің тірлігі адамды сәл-сәл шалғытып жібереді да. Дүниенің тірлігін бітірем деп, ана уақытысында намаз оқымай қалып, Алланың үкімін орындамай қалып, сондай қылып шалғып қалады. Болмаса, енді балама мен соны айттым жаңағыдай деген кезінде. Мейлі, сен бизнесмен болып, көп дүние тауып, кедейлерге жәрдем беріп, мысалы ағаңдар қиналса соған үй салып бер, сондай тірлік қылсаң мен қарсы емес едім дедім. Бірақ сен сол дүниенің соңынан түсіп кетуің мүмкін дедім. Хадиси худусиде айтады дедім. Дүние қуалағанды дүние қуалатып қоямын. Сахарадағы су таппай жүгіріп, тілі салақтап өлген ит құсады деп жазып қойған жері бар. Соны оқығанда соны оқып бердім. Мен осыдан қорқам дедім. Себебі сен де пендесің дедім. Дүниені бәр адам жақсы көреді дедім. Құрттай балаң қолына ақша берсең, жүгіріп анасын апарып береді, етіп қояды. Сол сияқты ол үлкен жасқа келген адамға дүниені мен бүйтіп таптым ғой, мен былай таптым ғой деп, оны ертең қызғаныш пайда болып, әлде туысқанына жәрдем берсе, оның ертең күні міндеті болып, сонымен арада адамның жүрегінде қалатын жағдайлар болып кетуі мүмкін. Байқарсаңыз, дүниеде қызығушылық жаңа тек екі ғана нәрседе дейді ғой. Алла Тағала кімге даналық беріп, осы Құран ілімін беріп, осы Алла жолында жұмсаса, немесе қандай да бір рызық несібе беріп, Алла жолында жұмсаса дейді. Ал бірақ бізде байқарсаңыз, пенделік көп жерде, кедергілер де көп, қызғаныш та өте көп кездеседі ғой. Кімнің осы дін жолын түсінсе, соның жүрегінде тыныштық, нағыз бақыт, нағыз байлық сол дейсіз ғой. Нағыз байлық иманда, исламда. Менің балаларым кейде осы дінді өзіме айтып келеді. Дінді айтып келеді енді. Осылай баланың несі ананың жәнде аяғының астында, осылай көп нәрселерді айтады. Сол кезде мен үндемей тыңдап отырып ойлаймын. Алла осыған жеткізгенің шүкіршілік жаңа ғана. Енді мен керематпын, мен бәрін білем деген адамнан да баласы асып кетеді ғой. Мысалы, сонда ойлаймын, машалла, енді Алла енді бұған жеткізгенге шүкіршілік. Балалардың мешітке барғанынан қорқатын ата-аналар да көп. Осы иман жолына түскеніне де. Осыған сіздер не айтасыздар? Ол жаңағы басқа бір ағымға кетіп қалады андай деген мағынада ойлайды ғой. Дәл қазір қанша бір топтарға тыйым салып тастады. Мешітте сауатты имамдар көбейіп кетті. Мешіттерде сауат ашу курстар ашылып жатыр. Алғашқы кезде қыз балдар жоқ сабақ беретін, қазір қыз балдар да сабақ беріп жатыр. Ендігі осындай өмірде сол балам мен өзім танымаған Алланы сондай жерден барып таныбасын деп жіберетін ақыл керек ол ата-аналарға. Мейлі, бала шағасын бағу үшін базарда жүрген шығар, бала шағасын бағу үшін тіршіліктен босамайтын шығар. Өзімде жоқ нәрсені Алла, мен жаратып тұрған Алла бар ғой. Мен ертең Алланың адына барам ғой, өлім хақ қой. Менің балам барып Алланы таныса, Аллахтың үкімін орындаса, мен неге оған қарсы шығамын деген ақылды істету керек ол ата-ана. Жеп, ішіп, ахлят жасап жату ол айуанда да бар. Адам затты Алла сол үшін ақыл берді ғой. Осыны ажырату үшін. Біреуге ақыл үйрете алмаймыз ғой, бірақ өзіңіздің тәжірибеңіз ғой. Түсінем да, мейлі ол бала бағып жатыр, мүмкін жалғыз ана шығар, жеткізе алмайтын шығар. Өзінің уақыт таппай жұмыстан сөз есту үшін соған бара алмайтын болса, баласы барса, баласы келіп түнде айтады ғой соны. Дінімізде ешқандай жамандыққа жетелемейді ғой. Мысалы, харамды, халалды, сауапты, обалды, күнәқты бәрін ашық айтып отыр. Оны көп ата-ана өзі білмейді. Ал енді біліп келіп үйренсе, оның ешқандай айыбы жоқ деп ойлаймын мен.
Ал енді мысалға осы арада балалары осы дін жолында жүр деп, бірақ балалардың адасып кеткенін көріп, ақырып атқан ақжаулықты аналарымыз да аз емес. Енді осы тұрғыда не істеуге болады? Мысалға, өз тәжірибелеріңізде не айтар едіңіз? Біздің дініміз ата-анаңа қарсы шық демеген. Енді көп ата-ана соны себеп қылады да, балдарын тура жолдан тартқылайды. Жаңағы барып адасып келіп, басқа ағымға кіріп, ата-ананы намаз оқымайды, оның жеген арам, оның істеген арам деген мағынаға шығып кетіп атқандар, ол енді бір басқа ағымнан ілім алып жатыр. Өзбекстанға барып тұрам мен, мешіттерде жас балдар тыйым салып тастаған. Бізде Аллаға шүкір қандай жастарымыз бар батыр. Мешіттерді көргенде сүйсінем мен қатты. Жастар ағылып, намазында оқып батыр, жұмысында істеп батыр. Үлгеріп батыр ғой бәріне де. Алла ешкімге артықша нәрсе жүктемеген. Ілімнің шақтаулы несі бар ғой, Құранда жоқ. Құраннан ілім алған адам, мен ойлаймын, ешқашан адаспайды. Өйткені онда отыру, бәрі жазылған ғой, өмірде не, қалай, бәрі жазылған. Содан мен онша қорықпадым жаңағы. Осылай кетіп қалады ау деп қорықпадым. Ал енді өзіңіз жаңағы Құран іліміне барып, Құран үйрендім дедіңіз. Сол кезде балаларыңыз ренжіген жоқ па? Келіндеріңіз немере қарасаңыз болмай ма деп? Енді біраз нәрселер болды басында. Балаларым түсінбей, балаларымда болды енді, жасыратын керегі жоқ жаңағы. Бұл не жағдай, бұл не жүріс, бұл не деген. Одан кейіннен үйде отырмайсыз ба, немере бақпайсыз ба деді ма? Немеремді қарап жүрдім, жетектеп апарған күндерім де болды енді. Өзім қарап жүрген немеремді жетектеп апарып күнім болды. Жығылып, қолын жаралап алғанда күнім болды. Енді бірақ та кейіннен құдіреттің күшіменен бәрі түсініп, жаңағы жолға, ағымға бәрі түсе бастады. Қазір енді, машалла, өзіме айталады да, енді балаларым өзіме жаңағы дінді айтады. Енді өзім керематтай деп айтайын, бірақ енді соны біліп отырсам да, ана айтқандарын тыңдап, жаңағы, иә сенікі дұрыс осылай ет деп тыңдап отырам енді. Қосылатын жерде қосылып, қосылмайтын жерде сендердікі дұрыс деп тыңдап отырам енді. Енді балаға бәрі ана айтады ғой енді, адалдық, адал ішу, адал жеу, адал отыру, адал тұру, кісі ақысын жемеу. Соны енді біз ана міндетіміз енді құя береміз ғой, солай болсын, бұлай болсын. Балаларды дін жолына тәрбиелеймін, осы жолда білім үйретсе, білім алса деген ниетіңізге ағайын туысқандарыңыз қарсы болды ма? Уақытысында болды. Ол уахаби болып кетті, чечен болып кетті, сен қаяққа қарап отырсын, ертең сен не бір әңгімелер болды. Бірақ сол кезде ойланып қалған кезіңіз жоқ па? Ойланған жоқпын. Себебі сол оқып жүрген баламнан хат келгенде былай жазады. Ана, қап-қараңғы дүниеде жасап жүрген екенбіз. Сол дүниеде Құдай сіздің жүрегіңізді ашып қойған екен. Туған туысыңыздың бәрін айтың, егер сіз жаныңыз ашса деп айтты. Осы үлкен балам Олжас қазір Түрксіб ауданының имамы болып істеп жатыр. Осы Аллахтың сізге берген қасиетін сіз қолданыңыз, бәрін шақырыңыз. Ертең біз бәрібір Алланың алдында жауап береміз, намаз оқымасақ. Намаз тек қана жақсылыққа жетектейді деді. Содан кейін келгеннің кезінде бәріне түсіндіріп айтып, баяғы маған айтқан туысқандарым кешірім де сұрады. Қатты ұрысқандар. Енді оларда тауба қалды қазір. Енді ол кездерде түсінбеушілік болды. Енді ол кезде білесіздер ғой, қандай қатты болды ғой. Еліміздегі тыныштық пен береке, амандық өздеріңіздей аналарымыздың ақ тілегінен екені даусыз. Ендеше осы ақ тілегімен сонау қасиетті Мекке, Мәдинаға барып қайтқан, ел үшін дұға тілеп қайтқан ақжаулықты аналарымыз жайлы қысқаша бейнесюжетке кезек берейік. Қасиетті Рамазан айын мәртебелі Мекке мен нұрлы Мәдина қалаларында құлшылықпен өткізудің маңызын түсінген жандар жыл өткен сайын арта түсуде. Қасиетті Қағбада жүргізіліп жатқан құрылыс жұмыстарына байланысты умра мен қажылық өтеуге ниет етушілер қатарына шектеу қойылса да, сауаптар еселеніп, жақсылықтар артығымен жазылатын айлардың сұлтанын қасиетті Қағбада өткіземіз деген ақжаулықты аналарымыз Аллах тағаланың қалауымен ниеттерін жүзеге асырып қайтты. Көңіл күйімді мен жеткізе алмаймын. Бұрын өмір барып жүрдім, үлкен қажылыққа баратын. Осы жолы мына оразаның үрметіне Алла ризашылығы үшін бір ай дегеннен кейін сояққа баруға маған өзі ниеттеніп едім бір жылдан бері. Алла нәсіп етті. Қажылық әр адамның басына бермейтін ғой енді. Алла тағала өзінің сүйген құлын шақырады дейді ғой. Сондықтан
сүйген құлы болғанымызға қуаныштымыз, Аллаға разымыз, мыңда бір шүкір. Бірінші жыл барғанымызда, оразаны осы жақта тұту керек екен ғой. Ораза тұтқан кезде ғайбат айтпау керек, бұл дүниені кемірек ойлау керек, ақыретті ойлау керек дейтін едік. Мына жерде нағыз сол жағдай екен ғой, амалмен ғана жүреді екенбіз. Жағдайымыз келсе, жылда келіп ораза тұтсақ болады екен деп кетіп едік. Ал енді былтырда нәсіп етті. Былтыр енді Ақтаудан 2 кісі барып еді. Солар енді анау жаңағы ол жердегі әрбір амалдарымыз қылған ибадаттарымызға әуес қылып 17 кісі келді о жақтан. Сол 2 кісінің айтуымен. Алла сондай бізді сауаптан жазсын. Керемет неде болдық, 34 күн деген демде өте шықты. Аллаға шүкір, ризамыз Аллаға. Хадистерге сүйенсек, пайғамбарымыздың ол кісіге Алланың игілігі мен сәлем болсын. Қасиетті Қағбаға күніне Аллах тағаланың 120 рахымы төгілсе, оның 60-ы тауаф жасаушыларға, 40-ы намаз оқушыларға, ал 20-сы тек қана қарап тұрушыларға деген. Қарағанның өзі сауапқа батыратын қасиетті Қағбадағы құлшылықтың Рамазандағы сауабын бағамдап көріңіз. Соның бір дәлелі, Рамазандағы умраның сауабы үлкен қажылық жасағанмен бірдей деген мағынадағы хадисті алыңыз. Аллах елшісінің ол кісіге Алланың игілігімен сәлемі болсын. Өсиеттерін басшылыққа алып, Аллах разылығы үшін ақыретіне азық іздеп, күндізін ораза, түнін тарауих, тахажуд намаздарымен өтеген аналарымыздың қадамы талай жасқа үлгі болуға лайықты. Әрине, дұғалар қабыл болатын айда, тілектер қабыл болатын жерде, ол кісілердің тек қара бастарына ғана емес, бүкіл ел жұртқа амандық тілеуі елдігімізге қосылған елеулі үлес. Елімізге, халқымызға, ел басымызға сондай жақсылықтар тіледік сол жерге барған кезде. Халқымыз аман болсын, ел жұртымыз аман болсын, жаман нәрселерден Алла сақтасын деп. Алланың үйінде бір намазыңа 100 мың намаз деген. Сол 100 мың намаз сияқты әрбір дуамызға да 100 мың сауап жазасын шығар деп елімізге, жұртымызға, өткен ата-бабаларымызға, патшаларымызға, бала-шағамызға бәріне дуа қылдық. Алла қабыл қылған болғай. Бізден де басқа Алла хидаят берген пәндесінің бәріне нәсіп етсін. Барлықтарыңа нәсіп етсін. Рамазанда қасиетті Қағбаға көш түзеген аналарымыздың қатары көбейгені сонша, бұл жолы олардың саны 50-ден асып жығылған. Қолда қаржы, бойда қуат болса, ақжаулықты батагөйлеріміз тағы да қасиетті Мекке Мәдинаға барып құлшылық өтеуге дайын. Жаңбыр менен жер көгерсе, батаменен ел көгерер деген дана халқымыздың көш керуенін жалғастырған осындай аналарымыз ел бірлігіне тұғыр болар нағыз қазына екені даусыз. Айша Кеңесбай, Асылай Рахметұлы, Асыл арна. Хабарымызды жалғастырамыз. Құттығыз ана, өзіңіз мысалға 3 жыл қатарынан қасиетті Рамазанда Меккеге барып қайттыңыз, құлшылық жасап қайттыңыз, соңғы рет тіпті 1 ай болып қайтыпсыздар. Енді осының құпиясы, сыры неде? Енді Алла нәсіп етем десе болады екен. Алла нәсіп етіп, сол қыздар медресені 2007-де аштым. Сол жерге санау Ақтаудан апа келіп Құран үйренді. Содан мен қияметтік сіңіл қылды, сөйтіп сол кісіге айта салдым. 3 мәрте қажда болдым. Енді бір умраға бір 10 күнге барып, итикаф қылып, ақыретімді сұрасам болды деп. Сол кісі звондап қалды. Сол сенің арманың апарайын, әрі ұстазымсың, әрі сіңлімсің деп. Мен айтам өзімнің Аллахқа деген махаббатым, Құранға деген махаббатым, балдарымды сол дінге деген махаббатым Алла сый жасады соларды деймін. Сонда сұрадық енді, жаңа айтқан ғой, дуаменен ел көгереді, жаңбырменен жер көгереді деп. Сол жерде Құдайға жалындық, я Алла, елімізге тыныштық бер, дін исламға қуат бер, көкірегін аш, бүкіл қазақ халқымыздың барлығының жүрегіне иманыңды қондыра көр. Патшамыздың Алла ол кісіге денсаулық бер деп те сұрадық. Төңірегіне жақсылар жандастыра көр. Әйтеуір бар білген дуамызды айтып елге жылап еңіреп те дуа қылған күндеріміз болды. Әкеміз баспаған, анамыз баспаған, нұрымыз баспаған Алла нұрдың ішіне апарғанда, енді өз жерде мен ойлаймын, енді бір жүрегі езілмейтін жаңағы адам болмайды деп ойлаймын. Енді сонда біз дұға еткенде ойладық та, Алла біздің артымыздағы осы ұрпағымызға жаза көр, ұрпағымызды жеткізе көр. Осы ашылған есігіңе айқара аяғын басуға нәсіп ете көр деп Алладан тіледік. Өз жердің енді керематын нұрын енді
адам баласы айтып жеткізу меніңше қиын сияқты. Ақпарат жеделдеген сайын шын мәнінде ақиқатты түсінген жандар көбейе түсуде. Оны мысалға осы Меккедегі умра немесе қажылық кезіндегі жағдайлардан көруге болады. Жағдайлардан көруге болады, жаңағы ине шаншар жер жоқ. Мысалы, барғанда мен қандай кіре алмай тұрмыз, мынандай тұрғызбап кіре алмай тұрғаның өзінде мен Қазақстан десе, сен Қазақстансың ба деп кіргізіп жіберген жайлары да болды. Сонда осы жаңағы Қазақстан арқасында ішіне кіріп, тәубе етіп, жаңа кіре алмаған жердің бірталайына жетті деп ойлаймын. Соны мен айтарым енді осы біздің ұрпағымыздың әрбір саласын, әрбір Құдай деген пендесіне Алла тағалам сол жерге жеткізуге нәсіп етсін. Сол жерді өз көздерімен көріп, жаңағы құлшылық етіп қайтуына нәсіп етсін деп тілеймін енді. Имандылық жолында тәрбиелеудің қиындығы көп пе, әлде оның ләззаты көп пе? Қиыншылығын ұмытып кетуге болады екен, ләззатын көргеніңде. Себебі ілім алғаннан кейін балдар жаңағы жәннат ананың аяғының астында деген біледі екен да. Сізді анажан деп, сенің жағдайыңа ертелі кеш ең болмаса телефонмен болса да жете алмаған кезінде. Анажан қалай демалдыңыз, денсаулығыңыз қалай, жұма мүбәрәк болсын, таңыңыз қайырлы болсын деп звондаған кезінде енді оның ләззаты басқа болады екен. Мүлдем басқа дейсіз. Басқа, иә. Мен Алланың сүйген құлы болайын, мен Алланың пендесімін, мен құлымын деп құлшылық етсе, бәр нәрсе тура болады деп ойлаймын, бәрінде түсінеді. Болашақ енді қазір балаларыңыз дін жолында қызмет етіп жатыр. Ал енді немерелеріңіздің тілеуін қалай тілеп отырсыздар? Былтыр умрадан келгем, жаңа әрбір туысқаным үйіне бір кішкентай бутылкада бөлек-бөлек зәмзәм алғам. Сонда жаңағы баламның қызы Рухаята келіп маған әже, мына біреуін маған беріңізші дейді, десем, мен апайыма берейінші, апайымда намаз оқысын, апайымда мұсылман болсын деп жаңағын сұрап алып, апарып апайына берген. Сөйтсе, ой, жаман шөлдеп тұр едім деп ішсе, ой, апай, сіз білмейсіз ба, зәмзәмді бисмилля деп ішеді, оны дәрет алып ішеді, ол Алланың суы деп айтты. Ол апайы кейін атасына айтып берді, қыздарыңыз мені ұялтып қойды деп. Ал енді мен қуанамын, мысалы, сол оның жүректері ақ, ол біреуге бір ақыл үйретейін деп тұрған жоқ. Ана үйдегі естілген әңгімені, соны енді апайыны жақсылық тілеп, апайым да зәмзәм ішіп, сол тілегі қабыл болсыншы деп сөйтіп айтып атқан жері деймді енді. Ол апай қатты жақсы көріп қапты сосын. Алла тілектеріңізді қабыл етсін, аман болыңыздар. Ананың тілегі қабыл дейді. Құдай қаласы сол ұрпақтарыңыздың бәрі сіздер үшін де дұға ететін сондай бір салиқалы ұрпақтар болсын. Өздеріңіздей аналарымыз көп болсын. Сіздерге Алланың сәлемі мен игілігі болсын. Өзіңізге де дін жолындағы қызметтеріне Алла күш берсін, қуат берсін. Сираты мұстақым түзу жолынан әрқашанда нұрын жаусын. Алланың нұры жаусын. Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын хадисінде Аллах Тағала ізгі ұрпақтың дұғасымен қабірдағы пенденің дәрежесін көтерген уақытта ол мұндай болудың себебі не деп сұрайды. Аллах Тағала сенің ұрпағының дұғасы себебінен деп жауап береді деген. Ендеше өмірден өткен ата-бабаларымыз бен туыстарымыз күллі мұсылман қауымы үшін Алла Тағаладан үнемі жарылқау тілеуден жалықпайық. Және әрбірімізге ізгі амалға бейім салиқалы ұрпақ тәрбиелеу нәсіп болғай. Баршамыз амандық пен жақсылықта жүздесейік. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух.